Жамбыл облыстық драма театрында жаңа қойылымның тұсауы кесілді. Мерекеге арналған туынды Сантөре Пірмановтың «Төрткүл қандазасы» атты тарихи аңыз ертегісінің желісінде сахналанған. Ертегі оқиғасында келі Тараз өңірінің ежелгі тарихы мен тұрмыс салты суреттелген. Жаңа туындыны жас көрермендермен бірге тамашалап келген Жалғас Орынбасар жалғастырсын. Асқар Тоқманов атындағы облыстық драма театрында «Төрткүл қандазасы» атты қойылымның премьерасы өтуде. Қойылым қазақтың аңыз ертегілеріне сүйеніп жазылған. Мұнда келген қазір бүлдіршіндердің қарасы өте көп. Олар ұлтымыздың руханиятынан және өзіміздің шаһардың тарихынан сыр шерткен қойылымның куәгері болуда. Және келген бүлдіршіндер әзілдерге көліп, баршасы көңілдерін көтеріп, әртістерге деген ыстық ықыласын қол шапалақтап білдіруде. Төрткүл керуен сарайының іргесі сонау 9 ғасырда қаланған. Тараз шаһарының батыс бетіндегі босағасы аталады. Басты рөлде сомдаймын. Төрткүл ханзадасының ханзадасымын. Көне Тараз шаһарының жібек жолының керуен басылардың, керуен сарайлардың келіп кетуі, одан кейін жақсы сөйлеуге, таза сөйлеуге, өздерін ұстауға үндейтін жалпы тарихи ертегі. Төрткүл ханзадасы тарихи аңыз ертегісі көне Тараздың тұрмыс тіршілігі мен шежіресін, ежелгі шаһармен іргелес жатқан мемлекеттердің ара қатынасы бейнеленген. Ертегіге әртістік шеберлігімен бояу берген театр ұжымы қойылымды сахнаға алып шықпас бұрын тоқтаусыз дайындық жұмыстары жүргенін айтады. Себебі жас көрермендер ұлт болашағы болғандықтан сапалы дүниелер ұсыну қажетпіз дейді. Бүгін ұлыстың ұлы күні қарсаңында Төрткүлдің ханзадасы деген ертегіні балалардың назарына ұсынып жатырмыз. Бұның авторы Сантөре Пірманов, режиссері Анар Сағынбекова. Бүгін мінеке балалар кешелі бері көріп, көңіл тамаша, көңіл күйде болып жатыр. Ертегі қойылымнан кейін бүлдіршіндерге Қыдыр ата, Ұмай-ана, Наурызбек және басқа да кейіпкерлердің қатысуымен келе жатқан Наурыз мерекесіне арналған думанды кеш ұйымдастырылды. Жалғас Орынбасар, Қанат Бақытұлы, Айқын ақпарат.